Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 16-шы сабақ өткенді қорытындылау. Бүгінгі сабақта мен тек қана орындауда қиындық туғызатын тапсырмаларға ғана тоқталатын боламын. Үшінші тапсырма амалдарды орында. 2 сағат 9 сағатқа жетпейді, сондықтан біз тәуліктен бір тәулікті алып ұсақтаймыз. Бір тәулікте 24 сағат бар, екеуін қосқанда 28, 26, 26-тан 9 азайтсақ 17 сағат қалады. 8-ден 6-ны аламыз, 2 тәулік. 8 айға 5 айды қосамыз, сонда бізде 13 ай шығады. 13 айдың 12-сі 1 жылға кетеді. Мына жақта сонда 1 ай қалады. Мына жағымыз 14 жыл. 20 минут 40 минутқа жетпегендіктен сағаттан біреуін алып ұсақтаймыз. 1 сағатта 60 минут бар, екеуін қосқанда 80, 80-нен 40-ты азайтсақ 40 минут қалады. 8-ден 6-ны азайтамыз, 2 сағат. 8 сағатқа 46 сағатты қосқанда бізде 54 сағат шығады. Енді осы 54 сағаттың ішінде 2 тәулік бар. 24-24-тен 48 сағат, ол 2 тәулік болады. Ар жағында бізде 6 сағат күйінше қалады. Мына жақта 7, 7-ге 9-ды қоссақ 16 тәулік. Мына жерде минутқа минутты қосамыз, сонда 60 минут шығады. 60 минутымыз ол 1 сағатқа кетеді. Бұл жақта 0 минут қалды. 11, 11-ге 12-ні қосамыз, 13, 23 сағат. Енді 3 күніміз 6 күнге жетпегендіктен аптаның біреуін алып ұсақтаймыз, сонда бізде 7 күн болады. Мына жерде 10 күн, 10 күннен 6 күнді азайтамыз, 4 күніміз қалады. Мына жақта 4, 4-тен 3 аламыз, 1 апта. 1 апта 4 күнге тең. 4-ші тапсырма. Шетелдік қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұнайды. Мына жерде ас мәзірі берілген, 3 түрлі тағамнан тұратын. Осы 3 түрлі тағамнан түскі ас ішудің қандай нұсқалары бар және олар нешеу екенін анықтаймыз. Сосын мүмкіндіктер тармағының нұсқаларын құрып, теңгемен ең арзан және ең қымбат түскі ас мәзірін анықтаймыз. Бірінші қатарға біз сорпа, көже бірінші тағамдарды жазамыз. Екінші тармаққа біз екінші тағамдарды жазып шығамыз. Үшінші қатарға сусындарды жазамыз. Ал кеттік. Екінші тағамда бізде қуырдақ пен қазақша ет бар. Сорпа мен қуырдақ жеуге болады және ет жеуге болады. Кеспемен қуырдақ жеуге болады және ет жеуге болады. Енді сусындар. Қуырдақпен қымыз жеуге болады және шұбат жеуге болады. Етпен қымыз жеуге болады және шұбат жеуге болады. Мына жерде де сондай қымыз, шұбат. Қымыз, шұбат. Мінекей, мүмкіндіктер тармағын біз жаздық. Енді осыны нақтылап жазайық. Бірінші нұсқа бізде сорпа, қуырдақ және қымыз. Мінекей, жазып қойдым. Екінші нұсқа сорпа, қуырдақ, шұбат. Келесі нұсқа сорпа, ет, қымыз, сорпа, ет, шұбат. Келесі нұсқа кеспеден бастаймыз. Кеспе, қуырдақ, қымыз, кеспе, қуырдақ, шұбат. Кеспе, ет, қымыз, кеспе, ет, шұбат. Сонда бізде барлығы 8 нұсқа шығады. Енді осы жерден ең арзан және ең қымбат түскі ас мәзірін анықтауымыз керек. Ол үшін әрқайсының өзінің жоғарғы жағына бағасын жазып қоямыз. Мысалы, сорпа бізде 380 теңге тұрады. Қуырдақ 260 теңге, қымыз 150 теңге. Сосын солардың бәрін қосып шығамыз да, барлығын анықтаймыз. Сонда бізге белгілі болады, қайсысы арзан, қайсысы қымбат екен. Сонда бізде ең қымбат ас мәзірі ол 4-ші нұсқа.
ең қымбаты, ең арзаны 5-ші нұсқа 650 теңге. 7-ші. Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен, ал өзінің әпкесінен 5 жас кіші. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас болады. Марат ағайдың жасы нешеде? Мына жерде тұрған жауаптардың бірін таңдаймыз. 25 жас, 17 жас, 29 жас. Мараттың жасы 25, 17 немесе 29 болуы мүмкін. Осының қайсысы дұрыс, соны анықтаймыз. Марат Әлиядан 15 жасқа үлкен, яғни Әлия одан 15 жас кіші деген сөз. Демек, одан 15 жасты Мараттан алып тастаймыз. Ал әпкесінен 5 жас кіші, яғни әпкесі 5 жасқа үлкен деген сөз. Енді анықтайық. Марат 25-те болса, Әлия 10-да болғаны, әпкесі 30-да болғаны. Қосамыз. Егер Мараттың жасы 17 болса, онда Әлия 2-де болғаны, ал әпкесі 22-де болғаны. Өйткені 17-ге 5-ті қосамыз. 29-да болған болса, онда Әлия 14-те болған болды, әпкесі 34-те болған болды. Енді бізге айтады, үшеуінің жасын қосқанда 65 шығу керек дейді. Енді анықтайық, қайсының үшеуін қосқанда 65 шығады. Мына үшеуін қосамыз. 65 шықты. Арғай дәлдей уже белгілі болды, е? Мыналарды қосамыз. Үшеуінің жасын қосқанда бұл жерде 41 шығады, мына жерде 77 шығады. Сонда қай нұсқа дұрыс? Бірінші нұсқа дұрыс, яғни Марат ағайдың жасы 25-те болғаны. 8-ші. Дым білмес өзінің достары туралы өлең жазуға 5 минут және 17 секунд уақыт жұмсады. Бұл шығармашылық жұмыспен ол қанша секунд айналысты? Яғни 15 минут 17 секундты біз секундқа айналдыруымыз керек. 1 минутта бізде 60 секунд бар. Енді 60-ты 5-ке көбейтсек 300 секунд шығады. 300 және 17 секунд барлығын қосқанда бізде 317 секунд шықты. Яғни А жауабы дұрыс екен. Сонда шығармашылықпен осынша уақыт айналысқан. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер пайдалы болған болса, онда менің каналыма тіркеліп кетіңіз, лайк басыңыз және достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз.